Сәлем достар. Бүгін шамалы басқа форматта видео түсірейін деп жатырмын. Өйткені мен бүгін сіздерге шашты қалай экспресс тез қалыңдатып, әсіресе қыздар шашты жылтырлатып бір жерге баратын болсақ тез дайындалуға болады. Өте уақыты аз адамдарға арналған. Кеттік. Бірінші бізге керек желатин. Желатин көп тұрсыздар ғой. Мен бұл видеоға дайындалған жоқпын онша. Желатин менде үйде көп тұрады. Өйткені бұл масканы мен көп жасаймын. Тез бір жерге баратын болсам, шашымды жайып баратын болсам, шашым ұзын әдемі жылтырлап тұру үшін осы масканы қолданамын. Ал кеттік. Қараңыздар, мен бір пакет желатинді құйдым. Және бұған кішкентай бальзам керек. Бұл любой бальзам алуға болады. Кез келген бальзам. Бальзам ополаскиватель менде Пантиндікі. Для тонких волос деген шамалы құямыз. Осы жетеді. Және де ішіне шамалы су құямыз. Осы жетеді. Және де араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл өте жақсы маска. Мен оны жиі жасаймын. Сол үшін сіздерге осындай видео түсіріп жатырмын. Қыздарға әсіресе керек нәрсе. Араластырамыз. Және де микроволновкаға 10 секундқа қоямыз. Сіздерде микроволновка жоқ болса, водяной баня деп аталады ғой, ыстық су қайнап жатқан үстіне қойып қойсаңыз 10 секундқа. Шамалы ериді, сол кезде жақсы шашыңызға әсер етеді. Ал кеттік, микроволновкаға саламыз. Микроволновкада нәрсе тұр екен ғой. Кеттік. Асып кетпеуіміз керек. 10 секундқа тек қана. Он секунд болып кетті. Болсын. Осылай, осындай маска. Көріністер шамалы еріді. Ополаскиватель араласты. Осындай каша сияқты болу керек. Енді жасалған каша сияқты. Ал кеттік, шашымызға жағамыз.